Мұхтар Әуезов көркем әдебиеттен сабақ береді, әрі Шолпан сана журналдарында қызмет істейді. Орта Азия мемлекеттік университетінің түркология кафедрасына аспирантураға түсіп, сол кезде Қазақ халқы ағарту институтында орыс және қазақ әдебиет пәндерінен оқытушы болып қызмет атқарады. Қазақтың мемлекеттік университеті Олар мал жататын қотаннан, иіс, қоныстан, мазасыздықтан әдейі қашандап шалқая қонған. Ертете бастағанда сайын содан иісі көз жасып қала береді. Сондай кезде көксеректе ылғи жау иттер кездеседі. Бір уақыт үлкен үйдің үлкен қара ала төбеті жаз ортасының қоңыр кеші, ұлы таудың бөктерінде кештің қоңыр салқын желі еседі. Күн батып, ымырт жабылып барады. Күн батысты қалың қара бұлт басқан, айналада күңгір тапқан төбелер қоңырқай тартып түн тыныштығына қарай бойы сұнған сияқты. Сондай жүдеп сарылған төбелердің арасымен үш салт атты келе жатыр еді. Олардың беті қалың таудың іші. Күн батыста, алыста жауын бар еді. Сол алыста күн күркіреп жатты. Анда-санда көкжиектің тұсында күн жарқылдап тұрды. Бұлт қалың